Ассаламу алейкум. Бүгін апрельдің 5-і, сағат бір 2-ден кеткен шығар. Сол мотоциклмен жылқыға шығып кеттім да, құлагердің үйін қарап келдім барып. Бәрі түгел, биелер құлындамаған. Оларда видеоға түсірген жоқпын сосын. Күн қатты жел. Камераға андай губка сияқты чехол бар, соны кигізіп қойдым. Алла қаласа естілет шығар енді. Сол құлагердің үйін қарап артқа үй жаққа баратыр едім. Малыштың үйі де кездесіп қалды жолдан. Олар кеше судан өтіп кеткен, сол сигнал келді GPS-тен арғы бетке. Мынау міне ауыл, мына аяқ. Мына судан өтіп кеткен. Енді мына бетте жүр, міне малыштың үйі. Бірінші рет үйірге түсіп жатыр малыш. 2022 май айында 3-ке толады, алла қаласа. Міне малыштың үйірі, мына жанында тағы бір үйі жүр. Орлик деген айғырдың үйірі. Сол видеоны бұрыннан қарап жүрген адамдар білет. Осы білет, қыста түсірдім бұл Орликтің үйірін. Сол қателеспесем бір 13 жасар айғыр. Сол ауылда ең сақа үлкен айғырдың бірі осы, міне көк айғыр. Көрініп тұрған шығар, мына жерде тұр. Міне малыштың үйірі осы. Ішінде тайлар, байталдар. Он 16 бас, негізі 17 бас болды айғырмен бірге. Оны мен көршінің байталы 22 жылғы. Сол қолындақ қалған, осы бір 2-3 күндікте. Сол қолындақ қалған, қолына әлсіздеу болып, оны сол машинаға қолын салып, байталды айдап алып кеткен. Сол қолындап үйерден қалып қойған ғой. Міне малыш. Малыш, ай малыш. Сол таңба басып садық өткенде. Азотпен 22-94. Естіліп жатқан шығар енді, күн қатты жел. Бұлар енді жақындатып жүргізбейді. Өткенде қорада тұрған 2 тай. Мойында GPS бар менікі. Ар жағындағы жалғас праттікі. Мына үйірде тек менде осы бір тай ғой. Қалған басқады ауылды адамдардың жылқылары. Сол 15 бас ұстап жүр айғыр. Міне малыш. Мына байтал 22. 23-тің байталы бар арасында. 4 бас 23, 22 байталдар. Міне айғыр. Азотпен бастық. Бір жеті болып қалды азотпен басқан таңба. Мынаны бастық, сосын мына жабағыны басып жүрдім азотпен. Сол көрші ауылдан шақыртып. Негізі әріппен басамыз деп едік, оны мен ана дюарға сыймай қалды мен жасатқан әріп. Сол бір жеті болды, Аллахтың қалауымен үйірді ұстап жүр. Жаман емес. Кездесіп қалды да, сол тоқтады да түсіріп кетейін деп малыштың үйірін. Міне 4 бас тай 4-еуі. Жақыннан түсіріп көрейін. Жақындатса. Тай Боянның қызы, ар жағындағысы Байшуардың қызы. Мына екеуі де Боянның қыздары. Сатылып кеткен айғыр ғой Боян. Түлеп бастап жатыр жылқылар. Қысқы жүндері түсіп.
екі ала тай бар. Біреу қара ала, екінші сары ала. Әзірше жаман емес. Негізі бір 10 шақты тай ұстатып жүремін ба деп ойлап едім мен. Оны мен алды көбейіп кетті. Мана бір ауылдас жігіт хабарласады. Үйір ауыл жақ бетте жүрме, ұрғаш тайым бар еді қосатын деп. Мен айтам, арғы бетке шығып кетті біріншіден. Сосын екіншіден онсыз да алды көп дедім, ол керек емес. Ар жағында орликтің үйір тұр, үлкен үйір. Жақсы жайылып жатыр жылқылар. Күн әлі қатты ондай қызбай тұр. Күн қызса шөп жақсы көтеріледі, Алла қаласа. Арғы бетте 3 саяғым жүр, 3 тай. Олар кездессе оларды қарап кету керек қазір. Әзірше жақсы ұстап жүр айғыр. Үйірді бір жеті болды тек қана бірақ. Тайлар, еркек тайлар кездессе соларды түсіріп кетем, Алла қаласа. Малышты жақындады қасыма. Негізі ұстататын еді қорада. Ұстатпай тұр ғой. Малыш, ай малыш, кел. Жаңа келе жатсам ысылдайды бірдеме аяқтың астында. Жылан екен. Не ғана? Гадюка деп айтады ғой. Аллахтың қалауымен саяқтарында таптым. 3 тай еркек. Біреуі жатыр. Қашып кетпесе деп тұр едім. Үркітіп алмайын деп. Үшеуіне де таңба басып тастадық азотпен. Жақындатпайды шығар. Жарап көрейін. Бисмилlah. Бергі тұрған тай Шрам деп есім қойдық. Сентябрь айында төсі ісік кетіп іріңі жиналып ішіне су аралас. Төсін кестік қой, бір 200 сантиметр. Шрам қалып қойды төсінде. Шрам деп қойды, ортасындағы береке деген есім қойылды. Мына оң жағындағына есім қойылған жоқ әлі. Күн қатты жел. Бір 2-3 күн болды бұл да шығар жерген бұларды. 3 бас болып жүр. Малыштың үйіріне қосылып еді негізі. Бір күнде жүрді. Сосын малыш бөліп жатты бұларды. Ауыл жақ бетінде жүр. Шрам. Ай Шрам. Береке. Түлемеген. Ай Шрам. Кел. Шрамик. Кел. Ей, машалла. Кел.
Кел, Шырам. Келе ғой. Кел, Шырам. Кел. Ұмытып қалдың ба не мені? Ha? Ей, Шырам. Негізі қорада келетін еді қасыма. Енді далалықта келе қоймайды шығар. Береке. Келмейді. Таңбалары Алла қаласа жайлап көрінетін шығар енді. Қабыршақтанып тұр. Азотпен басылған. GPS-тер тұр мойындарында. Шырам, ай Шырам. Тұр. Қасыған жақсы көреді, Шырам. Бір ай шешесімен үйде тұрды ғой. Ауырып қалды да. Жүндерін қара. Аллахым қалауымен бәрін таптым. Үлкен үйір таптым, малышный үйірін таптым. Бәрі түгел, альхамдулилля, аман сау. Саяқтарым жүр. Маған бір есім қою керек, бір комментарийге жаз жеріңдер. Кенже қолым. Мен сөйлеп отырмын, бірақ естіле ма, естілмей ма? Мықты қатты жел күн. Жаққа барайын, сағат бір талай болды уже.